кейбір ұрғандай тысырап қалады. Мындай иненің үшін митіп қойсаңыз, тімелі 10 метрге, 20 метрге қан атшудай зіртілдеп қалады, тімелі мынаны тепше. Болмайды андай. Алла Таала Құранда тыйы салатпай тұрау. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Сөзіңді, мамилеңде қопал орай болсаң, жүрегің мерез болса, айланаңда адамдарың бар сенден қашып кетеді, ыдыраған бойдан қашып кетеді. Құрандағы аят бұл. Ошон үчүн ешқашан адам зіртілдебеш керек екен. Адам бірдеке көріп өтілі зіртілдеп қалады өзі. Қағынып, сілкініп өлі, мейлі ата болсын, мейлі бала болсын, мейлі аялы болсын, мейлі күйесі болсын, айырмасы жоқ. Ешкім ешқашан не болбаш керек? Зіртілдебеш керек. Осы ескертіп болш керек. Өтілі зіртілдеп қалыпсыз. Сауырды болыңыз. Айланаңыздан ешкімді таппай қаласыз. Құранда ушинтип келген деп тамашалап, мындай таяқ қылып, не қылыш керек? Ықташтырыш керек. Етиятташ керек.